ары қарай жалғастырамыз және алдыңғы сабақта сіздердің танысқандарыңыз осы кэш жады болды. Енді ары қарай көретініміз DM, яғни DMI дейді, содан кейін Instruction Set дейді. Енді осы екі технологиямен танысайық және процессордағы бұл мағлұматтар қандай ақпарат береді дегенді көрейік. Және сіздерде бір сұрақ туындауы мүмкін. Бұл сабақтың барлығы, яғни берілген мағлұматтар, көрсетілген мысалдар ағылшын тілінде болуда. Алайда естеріңізде болса және сіздер таныс болсаңыздар, мен бұрынғы сабақтарда оның неге ағылшын тілінде жүргенін түсіндірген болатынмын. Яғни ағылшын тіліндегі мағлұматтарды мен, яғни қазақ тілінде айтуға, сіздерге түсіндіруге маған жеңіл, және орысша нұсқаларын, сондай-ақ қазақша нұсқаларын сіздерге міндетті түрде таныстырып отырамын. Сіздер процессорды қазір бір дүкеннің сайтынан қарап отырсаңыздар, онда берілетін мағлұматтар қандай деген сұрақ туындаса, бұл жердегі DMI деп отырғаны ол процессордың частота шины дейді, немесе мына жерде қазақша нұсқасы бар, мен қазір соны қарайын. Яғни процессордың шина арқылы берілетін, яғни процессордың шина жылдамдығы десек болады, яғни частота шины. Енді оны қазір мен толық таныстырамын және сіздерге түсіндіремін. Және екінші мағлұмат, бұл жерде instruction set дейді. Яғни 64 биттік ол разрядтылығы, немесе орысша нұсқаларында поддержка 64 бит дейді, яғни 64 биттікті ұстайма дейді, қолдайма дейді. Яғни да, нет деген, яғни ұстайды немесе қолдамайды деген жауаптарды береді. Енді осы екі технологиямен танысамыз және барлығын қазақша жүргізуге тырысамыз. Олай болса, бірінші бастайтынымыз осы instruction set-тан бастайық және разрядтылық жалпы 64 бит деп процессорда берілетін көп жайдағы мағлұматтар не деген сұрақты көрейік. Ол үшін мен тағы да осы слайдқа келемін және көріп отырсаңыздар, бізде процессордың техникалық сипаттамасы ерекшелігін анықтайтын көрсеткіштердің негізгі екі түрінің бірі осы жиілігі алдында таныстық, және оның екінші түрі жалпақтығы немесе wide, яғни көлемнің кеңдігі десек болады, яғни кеңдігі десек болады. Процессордың кеңдігі деп отырғанымыз үш тармаққа жіктеледі. Соның ішінде біріншісі data input output bus, немесе бұны front side bus дейді, және екіншісі address bus дейді. Ол яғни жедел жадыға байланысты берілетін мағлұмат, және internal registers дейді. Бұл ішкі регистрлер, яғни бұл операциялық жүйенің 32 бит немесе 64 биттігі болғанын анықтайды. Енді мен білем, бұл үш технология және терминдер бұл жердегі қарапайым қолданушыларға бір жағынан күрделі болуы мүмкін. Алайда сабақты соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге бұл мағлұматтардың не екені толық түсінікті болады деген ойдамын. Олай болса, алғашқысынан бастайық, яғни data input output bus, front side bus деген не деген. Ол үшін мен тағы да Wikipedia парақшасына сілтеме жасаймын және өзімізге таныс осы қарапайым процессор деген не деген Википедиядағы қазақ тіліндегі мағлұматты қараймыз. Және бізді қызықтырып отырған мағлұмат мына жерде көрсетілген, яғни процессордың разрядтылығы дейді, яғни осындай атаумен алынған екен, және мына жердегі мағлұмат. Бұл жердегі мағлұмат не дейді? Сыртқы шина арқылы дейді, процессорға ақпарат түседі дейді, олар мәліметтер және командалар дейді. Бұлар арифметика, логикалық құрылғыда өңделеді дейді, яғни процессорда өңделеді. Сондықтан процессордағы схемалардың разрядтылығы қаншалықты көп болса, соншалықты ақпаратты тез өңдейді дейді. Енді бұл мағлұматпен сіздер таныстар, мен соны қайтадан кішкене қайталаймын және түсіндіремін. Яғни процессордағы сыртқы шина немесе разрядтылығы деп отырғаны, мен енді data input output bus немесе front side bus деп бұл ағылшын тілінде айтылады, ол не екенін сіздерге түсіндірейін. Яғни кез келген осы процессорда алдында айтып, яғни түсіндіріп келе жатқандай, біздің процессор, мен қазір мына жерде табайын, яғни процессор біздегі тақта, жүйелік тақтаға орнатылады, яғни аналық платаға орнатылады, және бұл жердегі мағлұматты процессор осы жүйелік тақтаға орнатылған басқа құрылғылардан алады. Ол құрылғылар оперативтік жады, сондай-ақ қатқыл диск, және процессордағы осы тағы да чип бар, яғни мына жерде орнатылған десек болады. Мына жерде бір чипсет, яғни чип орнатылған. Ол чипті, мысалы, бұл да өте жоғары жылдамдықта жасайтын чип. Жалпы адамның біздің осы компьютерге, дербес компьютерге енгізілген барлық мағлұматты процессорге жеткізуге, басты жеткізуге арналатын құрылғы және микросхема осы жерде десек болады. Яғни осы чипсетке және осы жердегі басқа да жедел жадыға, сондай қатқыл дискіге осы процессордың байланыс орнату үшін осы процессорде, яғни чипсет деп аталатын, яғни микросхемалар, мына жерде жолдар бар десек болады.
осы процессор мен чиптің арасындағы байланыстың қанша разрядтылығы екені, яғни біздің компьютердің, дербес компьютердің, жалпы процессордың қуаттылығын, өнімділігін көрсетеді. Және бүгінгі таңда осы процессор мен жүйелік тақтаның арасындағы байланыс ол технологияда шектеу болып саналмайды. Сондықтан осы фронт-сайд бас, яғни шинаның разрядтылығын шынын айтқанда қазіргі таңда ешқандай кедергі туындатпайды, және ол бізде аса маңызды рөл ойнамайды. Тек сіздердің білетіндеріңіз осы екі, яғни процессор мен материнский плата, яғни жүйелік тақтаның арасындағы байланыстың разрядтылығы неғұрлым жылдам әрі тез болса, онда біздің жалпы жүйеміз, дербес компьютеріміз соншалықты жылдам жұмыс жасайды. Және мен ойлаймын, ол бізге аса маңызды, енді маңызды рөл ойнайды, алайда біз процессор таңдауда бұған шын айтқанда көңіл бөлмейміз. Екінші адрес бас деп отырғаны бұл, яғни бүгінгі таңдағы процессорлардың қанша көлемде осы жедел жадыны көретінін бір жағынан анықтайды. Оның да қазіргі таңдағы процессорлар осы 64 биттік режимде жұмыс жасайды, және бүгінгі таңдағы процессорларда шынын айтқанда шектеу жоқ. Яғни егер де сіз компьютеріңізге осы 64 биттік процессорға 64 биттік операциялық жүйе орнатсаңыз, онда сіздің жедел жадыңыздың көлемі бірнеше гигабайт болады. Яғни бұрынғы таңда білсеңіз, егер сіз осы процессорға 32 биттік операциялық жүйе орнатсаңыз, мысалы XP-дің немесе Windows Vista, сондай-ақ Windows 7 операциялық жүйелерінің 32 биттік нұсқасын орнататын болсаңыз, онда сіздің жедел жадыңыздың көрсеткіші ол 4 гигабайттан аспайды. Соның ішінде қолданыста болатыны бар жоғы жобамен 3,75 гигабайт болуы мүмкін. Яғни бұрынғы таңда осы 32 биттік операциялық жүйелерде қолданылатын жедел жадының мөлшері бар жоғы 4 гигабайтқа дейін болатын. Бүгінгі таңда барлық операциялық жүйелер, яғни процессорларда, сондай операциялық жүйелер 64 биттік разрядтылықта осындай соңғы нұсқада жұмыс жасайды, және бүгінгі таңдағы жедел жадының сондай-ақ басқа да байланыстың яғни байланыс өте жоғары деңгейде, сондықтан процессорларда бүгінгі таңда ондай шектеулер, ондай яғни мәселелер жоқ деуге болады. Енді мына жерде көріп отқандарыңызда internal registers дейді. Бұл internal registers деп отқаны ішкі регистрлар. Оны да біз алдында кішкене түсіндіріп кеткен болатынбыз. Яғни процессорда регистр болады дедік, және осы регистрдегі бұның басты негізгі атқаратын қызметі осы процессордың ішіндегі есептеу жұмыстарын қанша разрядтылықта жүргізетіні. Яғни оны да мына жерде жазған екен, осы процессордың разрядтылығы неғұрлым жоғары болса, процессорда соғұрлым жылдам болады дейді. Яғни бүгінгі таңдағы процессорлар 64 биттік ішкі регистрлік мөлшерінде жұмыс жасайды, және бүгінгі таңдағы процессорларда ол да аса шектеуді көрсетпейді. Яғни бүгінгі таңдағы процессорлардың барлығы осы соңғы нұсқасы 64 биттік разрядтылықта жұмыс жасайды, және олардың жылдамдығы да бүгінгі таңда өсіп келуде, және жоғарғы деңгейде. Сондықтан бұған аса бас қатырмаймыз, және біздің байқайтынымыз осы процессорлардың кез келген нұсқасы Celeron болсын, немесе Pentium болсын, Core болсын, барлығы да 64 биттік режимде жұмыс жасайтынын байқаймыз. Яғни таңдау жасауда ол бізге аса қатты рөл ойнамайды, және бұған біз тек осы 64 битте соңғы нұсқада жұмыс жасайтынын білсек болғаны. Олай болса, екінші көрсеткіш осы DMI деген не деген сұраққа келейік, және оны да қарастырайық.